Сәлем арнамыздың сүйікті көрермендері. Сіздер әлемде қаншама улы жәндіктердің бар екендігін білесіз бе? Тіпті арасында жануарлардан да қауіптілігі бетер тіршілік иелері бар. Олардың бір ғана уыты сіздің денсаулығыңызға залал тигізіп қана қоймай, тез арада ем қолданбасаңыз ажал әкелуі де бек мүмкін. Ендеше әлемдегі ең қауіпті 5 жәндік туралы сөз қозғайық. Триатомдық қандала. Бұл жәндіктің негізгі азығы омыртқалы бағандағы қан сұйықтығы. Адам баласы ұйқыда жатқанда оның ерніне қонып қанын сору оның сүйікті ісі. Одан бөлек бұл қандала сан түрлі қоздырғыш аурулардың паразитін таратумен ерекшеленеді. Белгілі болғандай, жыл сайын әлемде 12 000 адам триатомдық жәндіктің құрбанына айналатын көрінеді. Оның сәл ғана тістеуінің өзі адамзат пен жануар организмде көптеген өзгерістер тудырып, медицина өкілдерінсіз аман алып қалуы мүмкін болмайтын жағдайға жеткізеді. Алау құмырсқасы. Бұл жәндік түрінің осы уақытта 280-нен астам түрі бар екендігі белгілі болып отыр. Олардың агрессивтілігі сонша, жемтігі мен құрбандарының өлі денесіне ауыр белгілер тастап кетеді екен. Шаққан ізінен соң теріде аппақ бөртпе шығып, ол бірнеше апта бойы зардап шегушіні қинайды. Сондай-ақ бұл құмырсқалардың уы тері сапасының біршама өзгеруіне әкеп соғады. Қарсыластарына жалғыз емес, топпен, яғни 10 немесе 100-деген күшпен шабуыл жасайды. Бүрге. Адам және жануарлардың ортақ жауы, қауіпті қан сорғыш. Өз ісін бітіріп болған соң денеде дақ қалдыратындығы мәлім. Олар өте жылдам қозғалады. Одан бөлек жылына 2000-дай жұмыртқаны дүниеге әкеліп көбеюге бейімділігімен белгілі. Сондай-ақ бүргелердің ғаламшарымызда 2000-ға жуық түрлері өмір сүруде. Қызық ақпарат. Жас бүргелер өз денесінен 15 есеге көп қан мөлшерін талап ететін көрінеді. Олардың көп шағатын жері бел және шынтақ аймақтары. Бүрге шаққаннан соң адам денесі удай ашып, арты инфекциялық ауруға шалдығуы бек мүмкін. Бөгелек. Аталған жәндіктің дернәсілі сүтқоректілер үшін паразит. Өкінішке орай бұл құрттар ауыр залал әкеліп, адам терісінің астында да өмір сүреді. Олардың жас өкілдері адам денесіне өздерінің денәсілдерін тастап кететін көрінеді. Ал олар тері астынан орын теуіп, онда 60 күн бойы мекен ететіні тағы бар. Осы індетке шалдыққан науқастар медициналық тексерістен өтер сәтте тері астынан құрттардың жыбырлаған қозғалысын сезгенін айтады. Денәсіл жетілген соң теріден шығып сыртқы ортаға қоныс аударады. Бытыра құмырсқа. Дәл осындай атпен белгілі бұл жәндік құмырсқа таулы ішіндегі ең алыбы, және олар көбінесе тропикалық ормандарды мекен етеді. Бұлай аталуына басты себеп олардың тіс батыруында, яғни шағу сәтіндегі ауыртпашылық денеге кірген оқпен бірдей. Ғалымдардың зерттеуінше олардың тіс батыруы аралардың шағуынан 30 есеге ауыр. Бұндай құмырсқалардың әрбір колониясына 100-ден астам жемтіктердің бар екендігі анықталды. Басты себеп олардың жағымсыз иіс бөлуі. Егер тұрақтарына өзге тіршілік иесі жақындаса, бүкіл колониямен шабуылға кіріспек.